Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл менде үлкен пирог, ал сіздер осыны 2 есе кішірейтіп жасасаңыздар болады. Алдымен ұнымызға какаомызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Какао таңдаған кезде міндетті түрде сапалысын алуға тырысыңыздар, себебі дәмі осы какаоға тікелей байланысты. Менде рахат немесе Малайзия какаосын пайдаланамын. Одан кейін осындай 180 граммдық сары майымыздың 2-ін алып, ұнымызбен жақсылап араластырамыз. Бізде крошка шығу керек, орысша айтқанда. Барлығы толықтай араласқаннан кейін разрыхлитель және де қантымызды қосып тағы да араластырып аламыз. Одан соң осы қоспамызға 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, қамырымыздың басын біріктіреміз. Одан соң 100-150 мг қаймақ немесе айран қосып, қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз орташа қаттылықта болуы қажет, яғни тым қатты, тым жұмсақ болмауы керек. Одан кейін жарты сағатқа холодильникке салып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған бізде вареная сгущенка және де арахис керек болады. Вареная сгущенканың сапалысын, қоюын пайдаланыңыздар. Екеуін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Одан кейін дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, қолмен жақсылап пергамент қағазының үстіне басып жайып шығамыз. Алдымен қолмен, одан соң оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді видеодағыдай оқтаудың көмегімен қамырымызды біркелкі тегіс етіп жайып аламыз және де формамызға орналастырамыз. Егер шеттері қалып кететін болса, шеттерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастап, оны морозилкаға салып қоямыз. Бұл қамыр бізге бетіне крошка жасағанға керек болады. Енді осы қамырымыздың үстіне бағанағы дайындаған салмамызды жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді жаңағы қамырымызды теркадан өткізіп, пирогтың бетіне осылай орналастырып шығамыз. Одан соң 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіреміз. Піскен пирогымыздың бетін шоколадпен және де осындай майдаланған арахиспен сәндеуге болады. Пирогты толықтай суытып барып қана ұсыныңыз. Шайларыңыз тәтті болсын.